ауызғы екі ауыз су үшін кетті. Бұл не деген жаңа Қазақстан? Неге өздерінің бауырларын, балаларын, ағаларын соттап екі ауыз су үшін? Ерболат Мырзатаевич Бишимовке қатысты үкім өзгеріссіз. Қорғаушы адвокаттар Балғабаеваның, Құрбанбаеваның апелляциялық шағымдары қанағаттандырусыз қалдырылсын. Қазақ халқының қас дұшпаны заңгерлер. Ешқырақ неге салмайды? Қазақты өнерді Мынау деген сұмдық қой, мынау деген. Бұлай қарап тұрсаң, бір кереметтей ішкім басын жарып қырылған жоқ қой. Ондай бір 4 жылға соттайтындай. Мемлекеттік заңды орында деген үшін ешқандай қылмыс емес, ешқандай кодексте жоқ. Уголовныйында да административ жоқ. Халықты қорқыту үшін әдейі жауапқа тартып отыр, халық қорықсын деп.